Баршаға сәлем, бұл 2021 жылдағы соңғы видео. Сондықтан бұл шығарылым осы жылда болған маңызды оқиғаларға арналады. Сонымен бұл жылда қандай маңызды жайттар орын алды? Бірге еске түсіріп көрейік. Алдымен арнаға жазылып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Әрі бүгін мен бірдей сыйлық ойнататын боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Кеттік. Жыл басында қазақстандықтарға зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсартуға, емделуге және жеке басқарушы компаниялардың басқаруына беруге пайдалануға рұқсат етілді. Бұл құқықты 1 миллионға жуық қазақстандық пайдалана алар еді. Нақтыласақ, 3 желтоқсанда 338 мыңнан сәл астам адам ғана алған екен. Жинақтан ақша алу бірден тұрғын үй бағасының шарықтауына, тіпті жалдамалы пәтерлердің баға өсіміне әкеліп соқты. Әсіресе Алматы мен Нұрсұлтан бағалары бірден өсті. Ажиотаж басталды. Бәрі ақшаны тезірек шешудің амалдарын іздестірді. Бірақ 2022 жылдың сәуірінде бұл меже 2 есе өсетін болады. Ал ол уақытқа дейін ондай қаражат бізде жиналмайтыны айдан анық. Өкінішке қарай, қуаныш ұзаққа созылмады деген осы. Вакцинация мәжбүрлі және ерікті. Халықтың бір бөлігі жұмысқа байланысты мәжбүрлі түрде алдық десе, енді бір бөлігі ерікті түрде өздері шешім қабылдап салдырған еді. Шетелден әкелінген Pfizer, Sputnik, Hayat, Sinopharm вакциналарымен қатар отандық Қазвак шығарылды. Статистикаға сүйенетін болсақ, бүгінде коронавирусқа қарсы вакцина салдырғандар саны 9 миллионға жуықтаған екен. Естеріңізде болса, Тоқаевтың вирусқа қарсы вакциналауды жеделдету туралы тапсырмасын орындау мақсатында денсаулық сақтау министрі Цойдың айтуынша, жыл соңына дейін 6 миллионға қазақстандық екпе егіледі деп жоспарланған еді. Оған қоса пандемия кезінде пайда болған жаңа жобаның бірі ашықты да сөз еткен жөн. Бұл адамның екпе алған, алмағанын түсінуге көмектесетін қосымша. Елімізге ауыр тиген қасіретті оқиғаның бірі Жамбыл облысындағы әскери қоймада болған жарылыстар. Бір жылда болған 2 жарылыс. 26 тамызда болған бірінші жарылыста 17 адам қаза тапқан еді. Олардың 10-ы азаматтық қорғаныс, 6-ы қорғаныс министрлігі, 1-еуі әскери прокуратура қызметкерлері. Ал 10 қазанда дәл осы оқ дәрілер қоймасының аумағында бұрын зақымдаған жарылғыш заттар қайта өртенді. Бұл мәселеде халықты наразы еткен басты себептердің бірі 2019 жылы Арыс қаласында болған жарылыс еді. Өйткені сол Арыс қоймасында қалған оқ дәрілер осы Байзақ ауданына әкелінген еді. Бұл мәселені толыққанды шешуге ақылдың жетпегендігі ме, әлде жауапкершіліктің төмендігі ме? Белгісіз. Бірақ нәтижесінде қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев қызметінен босатылған еді. Елімізде 2021 жылға дейін жерге мораторий салынғандықтан жер мәселесі үнемі көтерілетін. Яғни уақыт жақындап барады, келесі қадам қандай болмақ, шешімі не болады деген сауалдар күн тәртібінде болатын. Биыл мемлекет басшысы жерді шетелдіктерге, шетелдік үлесі бар қазақстандық компанияларға, азаматтығы жоқ адамдарға, халықаралық қатысуы бар ғылыми орталықтарға, сондай-ақ қандастарға сатуға және жалға беруге тыйым салатын заңға қол қойды. Бірақ бұл жер мәселесінде нүкте қойылды деген сөз емес. Демек, мәселе ашық күйінде қалып отыр. Айтпақшы, биыл Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясының тізгінін Қасым-Жомарт Тоқаевқа тапсырды. Бұл биліктің қызметтегі президент қолына толыққанды өтуі мүмкін дегенді білдіре ме екен? Қазақ елі экономикалық әлеуметтік жағдай рейтингісінде көтеріліп жатпаса да, қазақ халқы өз талантымен әлемді таңғалдыруда. Бұл жылда қазақстандықтар спортта, музыкада, кино индустриясында биік жетістіктерге жетті. Мысалға, шахматтан биыл қазақ қыздары өте жоғары көрсеткіштерге жетіп отыр. Олар әлемнің үздік 8 командасының қатарына енді. 21 жастағы қазақстандық шахматшы Жансая Әбдумәлік әлемнің 4 дүркін чемпионы Хоу Ифаньды жеңіп шықты. Динара Садуақасова Еуропа чемпионы атанды. Ал 17 жасар Бибісара Асаубаева әйелдер арасындағы Азия чемпионы атанды. Бұл ретте атап өткім келетіні, бізде әлемге елді танытып жүрген шахматшы қыздарымызды көбісі танымайды. Мен өткенде Бибісарамен сұхбат жасаған едім. Қоғам қызығушылығының төмен екендігін содан байқадым. Өкінішті. Бірақ спортта әттеген ай деген сәттерде аз болмады. Оған дәлел Токио олимпиадасындағы жеңілісіміз. Қазақстандық спортшылар тарихта алғаш рет алтынсыз қалды. Жазғы олимпиада ойындарында көрсеткен ең нашар көрсеткішіміз осы болды. Жалпы командалық есепте біз 83-ші орында орналастық.
Музыка әлемінде үлкен жеңістерге жеттік. Иманбек ел тарихында, тіпті ТМД тарихында ремикс номинациясында әлемдік деңгейде басты музыкалық жүлде саналатын Грэмми сыйлығын иеленген алғашқы музыкант атанды. Бастау домбырашылар дуэті Ұлыбританияда өткен алтын уақыт таланты фестивалінде, ал қазақстандық Рухия Байдукенова Витебск қаласында аяқталған Славян базары 2021 гран-при жүлдесін жеңіп алды. Оның жеңісі Қазақстан үшін танымал жарыс тарихындағы 3-ші жеңіс болды. Жалпы соңғы 2 жылда қазақ тілді жас әншілер көбейгенін, оның үстіне біздің жастармен қатар көрші елдер аса қызығып тыңдайтын жас әншілер қарқынды түрде артып барады. Бұл өте қуантатын дүние. Еңлік, Аро, Таспай, Шиза тағысын тағы өте талантты жастарымыз қазақ тілді музыкаға жаңа дем беріп жатыр. Музыкамен қатар кино индустрияда осы жылда өте биік нәтижелер көрсетіп жатыр. Шекер веб-сериалы Пусан кино нарығының жүлдесін алды. Жоба Кан фестивалінде көрсетілу мәртебесін иеленді. Толық метражды фильмдерде әлі де минустар болса, сериалдар бүгінде ТМД деңгейінде таралып отыр. Биік дәрежені айқындап қойды. Сәке, 532, Өмір, Келінжан, Рауза бәрі де биік бағасын тауып отыр. Қазақстандық режиссер Суворова Катеринаның кеуіп қалған Арал теңізінің осы күндері жайын суреттеген «Завтра море» деректі фильмі Netflix платформасында көрсетіле бастады. Туынды бүгінде Еуропа, ақш-та көрсетіліп жатыр. Жалпы биыл жылдың емес, тәуелсіздігіміздің 30 жылдық нәтижесін айту керек. Әрі оны жасап жатқандар көп, бірақ ерекше талқыға түскені жас режиссер Қуаныш Бейсековтің 30-дан асып барамын фильмі болып отыр. Бүгінде түрлі реакциялар мен талдаулар жасалып үлгерді. Сондықтан осы фильмге қатысты өз ойымды ғана қоса кеткім келеді. Негізі фильм идеясы мықты, айтар ойы жақсы. Дегенмен хронометражға қатысты ма, жоқ өзге себеппен бе әйтеуір толық сурет жасалмады. Тым көп оқиғаны қамтимын деп бұрынғыдай сілтемелер арқылы мазмұнды астарлап жеткізу болмаған сияқты. Ал негізі елде бар проблемаларды ашық айтуға батылы баратын жастарды тежеудің, сынаудың қажеті жоқ. Әрі ата үміті ақталмады. Енді қазақ елінің тәуелсіздігін баянды ету, кейінгі буын еншісіндегі шаруа деген месседж жастарға жетті деген үміт бар. Ал сіздерге фильмнің қай үзіндісі ерекше әсер етті? Комментарийге жазып кетіңіздер. 2022 жылда да талантты жастарымыз әлі талай шынды бағындырып, талай әдемі туындыларды сыйлайды деп сенеміз. Болашақ жастардың қолында. Ал енді құрметті көрермен, сыйлықтарға көшейік. Естеріңізде болса, блогер Асыл Ахметовамен болған сұхбатта біз жеңімпазға Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романын сөз еткен едік. Міне осы комментарий авторы жеңімпаз атанды. Құрметті автограмматика қолданушысы, бізге хабарласып, мекен-жайыңызды жіберіңізді сұраймыз. Роман жақын арада сізге жіберілетін болады. 532 сериалының актері Саят Мақұлбаевпен болған сұхбатта сіздер менің неше рет жалпы сөзін қайталағанымды есептеу керек едіңіздер. Сол кезде дайректте бірінші болып дұрыс жауабын жазған Сандуғаш есімді оқырманымыз еді. Сандуғаш, сіздің де мекен-жайыңызды күтеміз. Уәде етілген сыйлық өзіңізге жақын арада табысталады. Ал бүгін осы жылда бастарыңыздан өткен ең қызықты оқиғаны жазып жіберіңіз. Ең көп лүпіл жинаған 2 комментарийге сыйлығым бар. Бірінші орынға Лев Толстойдың «Война и мир» романын, толыққанды 4 бірдей томын беремін. Ал екінші орынға 2022 жылға арналған планер сыйлаймын. Сәттілік! Құрметті көрермен, біздің арнаны қолдап, қазақ тілді контентті жасауда атсалысып жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Қазақстандықтардың шынайы ақпаратпен қамтылуына сәл де болса үлес қосып жатсақ, жұмысымыздың басты нәтижесі осы деп білем. Арнаны жазда жүргізе бастадық. Бұл күнде 25 видео түсіріліп үлгерген екенбіз. Кішкентай болса да өз аудиториямыз жиналды. Жыл соңына дейінгі 138 мың қаралым жинайтын видео шығады деген ойға да кіріп шықпаған еді. Сіздердің қолдауларыңызбен 2022 жылда сапалы дүниелерді көбірек жасауға тырысатын боламыз. Ал сіздерге жаңа жылда таусылмас шабыт, толағай табыс, шексіз бақыт тілейміз. Бастамаларыңыз өрге жүзіп, алға қойған арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Сіздермен болған мен, Шолпан Сағадат. 2022 жылы кездескенше.